Шамалар арасындағы тәуелділікті есептеу шығару дөңгелек диаграмма. Бірінші есепте 2500-ді 3-ке көбейтеміз, сонда бізде шығады 66000. Келесі 9100-ді көбейтемін 30-ға. Сонда бізде шығады 273 000. Келесі 2000-ді 50-ге көбейтеміз. Сонда бізде шығады 100 000. Енді 66 000-нан 273 000 үлкен, және одан, 66 000-нан 100 000 үлкен, және одан 273 000 үлкен. Келесі екінші есеп. Өрнекте секундпен 3 минут 10 секунд, 3 минут 10 секунд тең 190 секундқа. Яғни 1 минутта 60 секунд бар. 60-ты 3-ке көбейтеміз және 10-ды қосамыз. 20 минут 15 секундта 1215 секунд бар. 2 сағат 40 минутта 160 минут бар. Келесі 3 сағат 25 минутта 205 минут бар. Келесі 5 грамм 30 миллиграммда 5030 миллиграмм бар. Келесі 12 грамм 9 миллиграммда 12009 миллиграмм бар. Келесі килограммен 1 тонна 9 килограммда 4009 килограмм бар. 9 центнер 3 килограммда 903 килограмм бар. 15 километр 15 000 метрге тең. 50 дециметр 5 метрге тең. 40 000 килограмм 40 тоннаға тең. 250 000 килограмм 250 тоннаға тең. Келесі тапсырма. Есептерді шығар, есеп шығаруға пайдаланған формулаларды жаз. Бізде S тең VT, яғни жолды табу үшін жылдамдық пен уақытты көбейтетін едік. Бірінші есепте жылдамдық бар, жол бар, уақытты табуымыз керек. Уақытты табу үшін жолымызды жылдамдыққа бөлеміз. Яғни 600-ді 60-ға бөлеміз. 10 шығады, 10 сағат. Біріншісінің жауабы 10 сағат. Келесі. Енді бізде жол белгісіз, жылдамдық пен уақыт бар. Жолды табу үшін 50 мен 60-ны көбейтеміз. 300 километр. Жауабы 300. Келесі. Жол бар, уақыт бар, жылдамдық жоқ. Жылдамдықты табу үшін 840-ты 12-ке бөлеміз. Сонда бізде шығады 70 сағат. Километр сағат. Енді мынау 70 шығады. Төртінші тапсырмада бір жыл ішінде қандай күндер бәрінен көбірек болады? Ең көп боялған бөлігі мына диаграммада белгілі сары түсті, яғни ашық күндер. Аның жауабы ашық күндер. Келесі, бір жылдағы жалпы күн санының қандай бөлігі ашық күндер? Ашық күндер бір жылдағы, мынаны 1 деп алсақ, соның жартысы. Яғни жартысы шуақты күндер, ашық күндер. Жартысы. Келесі, бұлтты күндер ше дейді. Бұлтты күндер бізде сұр түсті.
яғни 4-тен 1 бөлігі, ширегі бұлтты күндер. Келесі қарлы күндер. Қарлы күндер мына сұр түсі 4-тен 1 болатын болса, бұл 4-тен 1-дің жартысы, яғни мына көк түсті жартысы. Бұл 8-ден 1 бөлігі. Мына сарыны 4-ке бөлсек, мына жартысын 4-ке бөлсек 8 бөлік, ал көк 8-ден 1 бөлігі. Көк 8-ден 1 бөлігі. Келесі, жылына шамамен қанша күн бұлтты болады дейді. 365 күн бар деп есептесек, соның бұлтты күні 4-тен 1 бөлігі. Демек, 365-ті 4-ке бөлеміз деген сөз. Бұның жауабы 365 бөлу 4. Жуықтап алғанда шамамен 91 күн болады. Келесі, бір жылдағы күндер санының жауын шашынды және жауын шашынсыз бұлтты күндермен салыстыр. Жауын шашын, яғни жаңбыр, қар деп отырғанымыз бізде 8-ден 1 бөлігі, яғни 2-ден 1 бөлігі деген сөз. 4-тен 1 бөлігі деген сөз. Ал жауын шашынсыз күндер, ашық күндер, бұлар мына екеуін 8-ден 2 күн деп алатын болсақ, ал мынау жауын шашынсыз бұлтты күндері, бұлар 8-ден неше бөлік? 3 бөлік деп алатын болсақ, қай күндері көп? 2 үлкен ба, 3 үлкен ба? 3 үлкен. Демек, ашық күндер көп. Өзімізде байқап отырмыз. Мынау 4-тен 1 бөлігі ғана, ал мыналар көп бөлігін алып тұр қалған күндер. 5-ші есепке зер салайық. Сүт фермасының бірі өнімдерін мынандай арақатынаста шығарады. Барлық өнімнің жартысын сүт өнімі құрайды. 4-тен 1 бөлігі айран. Барлық өнімнің жартысын сүт өнімі. Мына диаграмманың жарты бөлігі қандай түспен боялған? Әрине жасыл түспен. Яғни мына жері, мына бір бөлігі бізде сүт. Жасыл сүт. Енді ал 4-тен 1 бөлігі айран. Мына сарғыш бөлігі 4 бөлікке бөлінген болса, соның 4-тен 1 бөлігі, мына 1 бөлік, мынау 2 бөлік, мынау 3, мынау 4 деп алсақ, соның 4-тен 1 бөлігін қандай түсті? Сары. Яғни қою сары дейік. Сары бөлігі айран. Келесі, 8-ден 1 бөлігі, міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 болса, соның 1 бөлігі кілегей. Мына көк түстіні кілегей деп алайық. Көк кілегей. Тағы да бір 8-ден 1 бөлігі майлы айран. Сарыны майлы айран деп алайық. Сары майлы айран. Егер дейді 60 литр сүт шығарылатын болса, онда басқа өнімдер фермада қанша литрден шығарады дейді. Так, 2-ден 1 бөлігі болатын болса, бұл бізде 60-тың жартысы 30 сүт. Жоқ, сүт. Енді айран, осы, жоқ, айран мынау, айран. Так, егер 60 литр сүт шығарылатын болса десе, мынау 60 болатын болса, демек, барлығы 120 литр деген сөз. Өйткені 60-ты 2-ге көбейтсек 120. Енді 120-ның 4-тен 1 бөлігі 30-ға тең. Ал енді 120-ның тағы неше бөлігі бар? 8-ге бөлетін болсақ 15 литрдан келеді. Мынау да 15, мынау да 15, мынау да 15, ал мынау 30, мынау 60. Сонда 60-ға 30 қоссақ 90, 90-ға 15 қоссақ
Сонда бізде 120 шығады екен. Келесі. Келесі бақшаның пішіні төртбұрышты тәрізді. Төртбұрыштыны білеміз, мынандай пішін. Осының ұзындығы 240, ұзын бөлігі ұзындығы болады. Ені 4 есе кіші, демек 240-ты 4-ке бөлеміз, 60 деген сөз. Бақшаның барлық ауданы дейді. Ауданы деп отырамыз, ұзындығы мен ені көбейтеміз. 240 көбейту 60. Сонда бізде тең болады 14400. Осының 4-тен 1 бөлігі қызанақ. 4-тен 1 бөлігі. Мынаны 4-ке бөлсек, осының 1 бөлігі қызанақ. Сонда 14400-дің 4-тен 1 бөлігі деп отырғанымыз. 14400-дің 4-тен 1 бөлігі 3600-ға тең. 3600, яғни 4-тен 1 бөлігін қызанақ, ал жартысын картоп дейді. Яғни 14400-ді 2-ке бөлеміз. 400-ді 2-ке бөлеміз. 7200-ді картоп алып жатыр. Келесі қалған 4 бөлігін қияр дейді. Тағы да 14400-дің 4-ке бөлетін болсақ, 3600 бөлігін қияр алып жатыр. Әрбір көкөніс қандай ауданда алып жатыр? 3600, 7200 және 3600. Ауызша шығар және тексер. Достарымен бірге мысалдарды кім шапшаң және дұрыс шығаратын жарыс ұйымдастыр. 200 көбейту 41 мың. Бұның жауабы шығады. 8 миллион 200 мың. 8 миллион 200 мың. 3200 көбейту 20 мың. Бұның жауабы шығады 64 миллион. 64 миллионы деп қойын. Келесі 27 мыңды 900-ге бөлетін болсақ, онда бізде шығады жауабы 30. 36 мыңды 60-ға бөлетін болсақ, жауабы 600. Келесі 1111-ді 50-ге көбейтетін болсақ, 55550. 1122-ні 200-ге көбейтетін болсақ, 224400 шығады. 224400. Келесі 72 мыңды 9 мыңға бөлетін болсақ, бізде жауап шығады 8. Ал 444-ті 2 мыңға көбейтетін болсақ, бізде жауап шығады 888 мың. 12300-ді 20-ға көбейтетін болсақ, бізде жауабы 246 мың. Ал 3210-ді 300-ге көбейтетін болсақ, жауабы 963 мың. 33900-ді 300-ге бөлетін болсақ, 113 шығады. 880 мыңды 80-ге бөлетін болсақ, 11 мың шығады. Келесі, кесте бойынша есептер құрастыр, олардың әрқайсысына 2 кері есеп құрастыр дейді. 2 дана дейді. Бізде бағасы белгілі, саны белгісіз, құны белгілі. Саны табу үшін 5000-ді 2500-ге бөлеміз. 5000 бөлу 2500. 2 шығады. Демек, саны 2. Енді бізде құны белгілі болатын болса, саны белгілі болатын болса, бағасын табу үшін 5000-ді 2-ке бөлеміз, сонда 2500 шығады. Кері есеп осындай. 2100-ді бөлеміз, бағасын табу үшін 3-ке 700 шығады. Демек, біреуінің бағасы 700 теңге. Келесі 3800-ді 90-ға көбейтеміз. 800 көбейтеміз 90. 34200 теңге. 34200 теңге. Бұның жауабы 34200 шығады. Келесі есеп. Есептерді шығар. Тік төртбұрыш пішінді бақшаның ұзындығы 72 метр. Дәл жаңа есепке ұқсас екен. Мынау бізде бақша ұзындығы 72. Ені 30 болсын. Ауданның 10-нан 1 дейді. Демек, бізге аудан белгісіз табуымыз керек. 72 көбейту 30. Қанша болады? 2160. Енді осының 10-нан 1 бөлігі болса, 10-ға бөлеміз. 216. Және 2160-тан 216-ны азайтамыз. 2160-тан
216-ны азайтамыз. Сонда бізде жауабы 1844. Енді 1844-тен 900 азайтамыз. Өйткені 900 метр квадрат жерге қызылша егілген дейді. 900 азайтсақ 944 шығады. Онда орам жапырақ 944 метр жерді алып жатыр деген сөз. Келесісі. Әсі. Арасы 120 километр жерде 120 километр айлақтан бір-біріне қарама-қарсы екі бағытқа екі катер шықты. Біріншісінің жылдамдығы 52 км сағат, ал екіншісі 48 км сағат. 2 сағаттан кейінгі ара қашықтығы қанша болады дейді. 2 сағаттан кейін қосамыз. Бұл есептерді шығару үшін бірінші жылдамдықты тауып аламыз. Екі жылдамдықты қосамыз. 52 қосылған 48. Сонда бізде жауап шығады 100. Енді S-ті табу үшін 100-ді уақытқа көбейтеміз. 200 километр шығады. Ал ара қашықтықты табу үшін 200-ден 120-ны азайтамыз. Сонда 80 километр болды. Осымен сабағымыз аяқталды. Оқушылар, келесі сабақта кездескенше.